құрметті өнерсүйер қауым, қадірлі көрермен. Қазақтың алғашқы кәсіби музыкант қыздарының бірі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері, орта білім беру ісінің үздігі, дәулескер домбырашы, ұлағатты ұстаз, ақылман ана Сәлен Әжиеваның туғанына 90 жыл толуына арналған өмірім, өнерімен өрнектелген атты салтанатты кешімізге қош келдіңіздер. Ешкімді даңқыменен жасқамағанына Сәлендей апамызға кім жетеді, қолынан домбырасын тастамағанына. Ой, әкенің жой жолын жалғап өскен қыз ғой, себепсіз ешбір өнер бастамағанына. Бүгінде көп өзгерген қазағыма, Сәлендей апаларым, басқа қалам басқа қалам құрметті өнерсүйер қауым, бүгін жер жаннаты Жетісуда, мәдени астанамыз Алматыда дүбірлі той, ерекше той. Ерекшелігі сол, қазақ халқы өз анасын әрқашан биікке көтеріп, құрмет тұтқан халықпыз. Және де өз балаларын ананың әлдиімен бірге қазақтың қоңыр күйін күмбірімен тәрбиелеген Сәлен апайымыздың 90 жылдық мерейтойы құтты болсын. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, күйші ұстаз, құрметті Сәлен Самиғоллақызы, сізді келіп жатқан 90 жас мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Сіз мәдениет пен білім саласында қажымай еңбек етіп, бар өнегелі өміріңіз бен тағылымды өнер жолыңызды еліміздің мәдениетін дамытуға арнадыңыз. Осы орайда қазақ музыкасының қара шаңырағы Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық халық аспаптар оркестрі құрамында қара домбыраның әсем сазын дүние жүзіне танытқаныңыз тарих беттерінде жазылуы. Қазақ музыкасын дамытудағы шығармашылық жетістіктеріңіз жоғары бағаланып, сіз Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері, КСР-ның орта білім беру ісінің үздік атақтарын иелендіңіз. Осы қажырлы еңбегіңізбен тәрбиелік мәні бар өміріңіз арқылы өз ісінің қас шебері атандыңыз. Бүгінгі таңда киелі сахнада өзіңіздің қайталанбас қолтаңбаңызды қалдырып, жас ұрпаққа үлгі бола білген дара тұлға екеніңізді ел үлкен құрмет тұтады. Қадірлі Сәлен Самиғоллақызы, сізді осынау 90 жас мерейтойыңызды зор денсаулық, қажымас қайрат, ұрпағыңыздың қызығын ұзағынан көріңіз деген тілегімді арнаймын. Мерейлі тойыңыз құтты болсын. Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова. Ақтоты Райымқұлова біздің министрдің өз қолымен еңбек ардагері деген медальді табыс етті. Мен сонау 80-ші жылдары апайымыздың ол кезде апай ағай деген сондай ұғым болады. Қазір енді әке-шешесіне айтып сөйтіп жатамыз ғой. Сол кезде Сәлен апайымыздың бізге жасаған үлкен қамқоршылық болуы, және бізді қорғап жүріп, ауылдан келген қарадамлық балдардың бәрін оқыңдар, оқымасыңдар, болмайсыңдар деп арасын әңгімешілі керек. Сөйтіп ешкімді сол колледжге түскен ол кезде училище деп аталады, училищеге түскен біз сияқты жас балдардың барлығын өзі сүйреп жүріп оқытқандай болды әңгімешілер. Сондықтан мыңда бір алғыс. Сол көптеген жігіттер осы залда да отыр, келе алмай жатыр, бірақ сізге өздерінің ыстық ықыластарын білдіріп жатыр.
басшысының орынбасары Данияр Алиев мырзаны сахнаға шақыруға рұқсат етіңіздер. Және де ұлттық Құрманғазы атындағы консерватория атынан мерейтой иесін құттықтауға келіп отырған Нұркен Әшіров мырзаны сахна төріне шақырамыз. Қадірлі жиналған қауым, аса қадірлі де құрметті Сәлен апа. Адамдық борышын халқыңа еңбек қыл, ақ жолдан айнымай арсақта оны біл. Талаптан да біліммен өнер үйрен, білімсіз өнерсіз болады ақыл тұл. Мақтанға салынба мансаптың тағышын, нәпсіңе билетпе басыңның бағышын. Өміріңді сарып қыл өлгеніңше, жобатап жол көрсет келешек қамышын. Қайтадан қайырылып қауымға келмейсің, барыңды нәріңді тірлікте бергейсің. Ғибрат алар артыңа із қалдырсаң, шын бақыт осынық мәңгілік өлмейсің деп аталарымыз айтпақшы. Бүкіл өнері өміріне айналған Сәлен апамыздың мерейлі жасы құтты болсын, ардақты ағайын. Менің қолымда арнайы құттықтау хат, қала әкімдігінің атынан құттықтау хат, және де өзіміздің сүйікті тыңдарман Аида Балаева сол кісінің атына да құттықтау хат оқымай қойып, мына жерде бүкіл ыстық ықыластың барлығы, апа сізге деген тілек ықыластың барлығы жазулы. Құрметтің бәрі осының ішінде. Аман болыңыз, жасай беріңіздер. Қазақ ұлттық консерваториясында ректоры, Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері Арман Жүдебаевтың атынан намысын дұғай сәлеммен ыстық ықыласып ала келдік. Ол кісі енді шұғыл сапармен бүгін жолға шығып кетті. Өкінішке орай өзі осында болу керек еді, осы қуаныштың ортасында отыру керек еді, бірақ белгілі себептерге байланысты қазір сапарға шығып кетті. Енді менде ыстық ықыластыңдар осы хаттың ішінде және гүлімізбен мынау әдемі өтіп отырған концертіміздің динамикасын бұзбай, тағы да мереке құтты болсын. Мынау сіз салған сара жол мәңгілік болсын, шәкірттеріңіз көп болсын, қазақ өнер жасай берсін. Құрметімізді аямай көрсетіп отырайық. келесі тыңдайтындарыңыз Теміржан Базарбаевтың әні «Қаздар қайтқанда». Oh
жүректен сізді бүгінгі мерейтойыңызбен құттықтаймын. Жасай беріңіз. Оқушыларыңыз біздің қазақ өнерін ары қарай өсіріп, сіздің жолыңызда жалғастыра берсін.